Қытайға мен негізі бардым, бірақ ожидание болған жоқ та. Мен өзімнің саламнан бірдеңе табам деп ойлаған жоқпын. Көбінесе ол жақта заводтарға, фабрика сондайлар ашып жатады ғой, цехтарға, сондай бір производство. Мен шын айтсам солай ойладым. И бардық та Кантонский выставкаға бардық. Өте үлкен енді. 4 үлкен блок, бір күнде айналып бете алмайсыз. Даже бір күн емес, бір аптада да айналып бете алмайсыз ананың бәріне. Невозможно да. Бір күн өтіп кетті. Обедтен кейін барып таптым ғой әрең дегенде. Тарелканың қатарына кірдім, посуда. Ыдыс аяқтарын бағаларды көріп құлайсың ғой кәдімгідей ше. Мен Алматыда мысалы Байсатта саудаласып жүріп, мысалы 1200-1300 теңге тұратын посуданы мен саудаласып енді 700-800 теңгеге аламын да. Енді саудаға жатып алғанбыз ғой біз. Ана жақта қанша деп ойлайсыз? Айтсам енді адам сенгісіз 10 есе арзан ғой. 100 теңге, 110 теңге дейді. Дәл сол тарелка качествосы одан да жақсы. 100 теңге, 110 теңгеге вообще шок. Есептеп жатсың ғой сразу. 1000 штук алсам қанша разница болады? 500 алсам қанша разница болады деп колоссальный. Қытайға осы поездкаға барып келіп 20 миллион теңге экономдадым. 20 миллион теңге экономдау, ол 20 миллион теңге заработал.